Отбасымды бұзған әжем. Бірінші бөлім. Авторы Айдана Істілеуова. Достар, мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Балалық шақ өзге балалар секілді еш уайымсыз өтіп жатты. Ол кездері тек ертең қандай ойын ойнаймыз деген ғана уайым болатын. Екі ағам бар және менен кейінгі бір сіңлім бар. Біздің барлығымызды ата-әжеміз өсірді. Әке-шешеміз ауылда мал бағып, олардың еті мен сүтін ақшасын қалада тұратын біздерге жеткізіп тұрады. Әжем бар билікті басқарады. Шыны керек ештеңеден таршылық көрмей өсірді. Әжем өзі қаланың қызы болғандықтан ба, әйтеуір бізді қалада өсірді. Қаладан зәулім үй салғызды. Ауылдағы қара шаңырақты әке-шешеме тастап кетті. 2-3 жасқа дейін анамыздың етегінен жабысып жүреміз. Сосын анам бізді шырылдатып қалаға әжеме әкеліп тастайды. Енесінен айырылған қозы сияқты маңырап қаламыз. Солай әжемізге үйреніп, анам келсе жоламаймыз. Негізі іштей анамды қатты сағынатынмын. Келсе құшақтап, иісін иіскегім келеді. Алайда әжем біздерді анамның маңайына жолаттырмайды. Анам да әжемнің қас-қабағына қарайды шамасы. Бірде жасым 6-7 жас болу керек. Анам үйге етін, сүтін алып келді. Сол кезде әжем тойға кеткен еді. Атам есік алдындағы шағын бақшалықта жер өңдеп жатты. Қалаға келген анамның түрі күнге күйген ауылдың адамы екені білініп тұр. Үйде ешкім жоқта мені алғаш рет құшағына алып, бетімнен сүйіп, мауқын басып алғаны есімде. Сол кезде таң қалғанмын. Қыз бала болғандықтан болар, біраз уақыт ой түбінде болдым. Неге әжем барда олай жасамайды? Тек бүгін ғана құшақтағаны қалай? Әлде әжемнен қорқатын шығар? Осындай ойларыма жауап таба алмай, басым қатып, әр ішіме сыймай әжеме, әже, анау күні мама келгенде мені құшақтап сүйді дегенім сол еді. Әжем ашулана қарап, енді ол қатын құшақтап сүйетін болса, маған айт, оның шашын жұламын. Ол қатынға жолаушы болма, ол қатынның сасық иісі жұғып кетеді, деді. Осылай әжем айтқанда таң қалдым. Я, анамды құшақтағанда күннің иісі ме, әлде анамның киіміне ыс сіңген бе, әйтеуір бір иіс болды. Соны айтқан екен деп ойладым. Сөйтсем әжем анамды ұнатпайды екен. Тағы анам бірде келгенде түгін қоймай ұрсып жатты. Сен қатынға не деп айттым? Балаларға жолаушы болма демеп едім. Анада келгенде ана қызды неге құшақтайсың деген әжемнің ашуын сырттай бақылап, неге айттым екен деп өкінгенім бар еді. Сол күннен соң анам бізді құшақтаған емес. Арада уақыт өтіп жатты. Анам 4-ші сәбиін босанып, ол 3 жасқа келгенде әкемнен ажырасып кетті. Бізді әжеміздің қолына тастап кете барды. 4 баласымен еш жерге сыймайтыны белгілі. Сол үшін де тастап кеткенін кейін түсініп жатырмыз. Әкем шыны керек барлық малды өзге жанға бақтырып, өзі басқа әйелдің қойнында. Анам байғұс барлық тірлікті жасап, бала туса да күйеуіне, енесіне жақпаған. Сол үшін де 4 бала туғанша бәрі реттеліп, бақытты отбасы боламын деген үміті болған. Бірақ бәрі бекер екенін түсінгенде қолын бір сілтеп кете барған. Анамның бұл қылығын әжем, ана оңбаған қатын 4 баласын тастап, басқа байға шығып кетіпті деп ел жұртқа жайып, одан қалды біздің миымызға анамның сондай жаман әдетін күнде айтып, жүрегімізді жаралап өсірді. Анам кеткелі шыны керек біздің жағдайымыз да нашарлады.
Әкем екінші әйеліне үйленді. Ауылдан сынық құрт та келмейтін болды. Ет дегенді түсімізде көретін болдық. Әжем өзі ауылға барып, екінші келінімен ұрсып келеді. Әкем болса, екінші әйелінің сөзінен шықпайтын сорлы болған. Көп ұзамай әкем барлық малды сатып, қаладан үй алып, әйелі шағын дүкен ашып алды. Әжемнің бар күні екінші келінімен ұрсып, одан қалды балгерлерді жағалап жүрді. Сондағы атама айтатыны, ана сұр жылан ұлымның басын дуамен айналдырып алған, қанша балгерге барсам да осы сөзді айтады, дейді. Жалғасы бар.